Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздерге ақуыздан жасалатын қардай аппақ ерекше бисквиттің рецептімен бөлісемін. 4 жұмыртқаның ақуызына шым-шым тұз қосып, миксердің орташа жылдамдығында сәл көпіргенше араластырамыз. Ақуызымыз көпіре бастағанда шай қасығының ұшымен лимон қышқылын және шетінен себелеп отырып құмшекерді 3-ке бөліп қосамыз. Асығыстық жасап құмшекерді бірден қосып жібермеңіз, әйтпесе ақуызымыз көтерілмей қалады. Ақуызымыз формасын жақсы ұстайтындай болу керек, бірақ тым қатты араластырудың қажеті жоқ. Енді ақуызымыздың үстіне ұнымызды қосамыз. Лопатканың көмегімен төменнен жоғары қарай массамызды басып алмайтындай жақсылап араластырамыз. Видеода көріп тұрғандарыңыздай бисквитіміздің ішінде оның ешқандай түйіршіктері болмауы керек. Енді кекс пісіруге арналған осындай форма, астын майлап, үстіне кішкене ұн септім. Енді бисквиттерімді саламын. Сіз өзіңізде бар кез келген формада бисквитті пісірсеңіз болады. Спатуланың көмегімен немесе қасықпен бисквиттің бетін тегістейміз. Бисквитімізді қызып тұрған пеште 180 градуста 25 минут пісіріп аламыз. Піскеннен соң міндетті түрде бөлме температурасында суытуымыз керек. Бисквитіміздің іші қардай аппақ, өте жұмсақ болып піседі. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Баршаңызға ас болсын. Сіздермен болған Мақпал бауыржанқызы. Арнама жазылуды ұмытпаңыз.